Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Дана мен денсаулыққа каналы және жалпы тәжірибелік дәрігер Дана Асқарқызы болып табылады. Бүгін біз өте маңызды, бәріміздің жанымызға батып жүрген тақырыпты сөйлесеміз. Қазір Қазақстанда ауырмаған отбасы кемде-кем. Емханаларда ұзын сонар кезек, жедел жәрдем үлгермей жатыр. Мен қазір дәрігер ғана емеспін, декреттегі анамын. Сондықтан бүгінгі видеода ақ халатты маман ретінде ғана емес, баласының денсаулығына алаңдайтын ана ретінде сөйлесемін. Бүгін дәріханаға бармаймыз. Мен сіздерге өзімнің үйімдегі қобдишаларымды ашып көрсетемін. Бұл видеода біз мынаны талқылаймыз. Дәл қазір елде қандай вирус жүріп жатыр? Тұмау ма, ковид па, әлі басқа ма? Қызу кезінде ағзада не болады? Және оны қағазға сызып түсіндіретін боламын. Үй жағдайындағы ем қай дәрі керек, қайсысы ақша шашу, антибиотик пен система негізінде неге сізді жалпы организмді құртуы мүмкін, балалар мен жүкті әйелдерге қатысты ерекше нұсқаулықты айтатын боламын. Шайларыңызды құйып алыңыздар, әңгіме ұзақ әрі пайдалы болады. Қазір маған инстаграмда, ватсапта бәрі жазады. Бұл қандай пәле, бұрынғыдай емес, өте ауыр өтіп жатыр дейді. Расымен қазір бізде тридемия немесе вирустардың коктейлі жүріп жатыр. Біріншіден бұл А тұмауы. А тұмауы деп отырған таңбасы былай жүзеге асады, яғни H1N1 немесе H3N2 деген атаумен жүріп жатыр. Яғни бұл халық арасында шошқа тұмауы деп те аталады. Ерекшелігі адамды аяқтан шалып түсіреді. Кеше жүгіріп жүредіңіз, бүгін басыңызды көтере алмайсыз. Екіншіден коронавирус, омикрон штамдары, ол ешқайда кеткен жоқ бізбен бірге. Қазір ол да тұмауға ұқсап қалды. Үшіншіден риносинсециалдық вирустар және аденовирустар. Бұлар ұзаққа созылатын жөтелмен әурелейді. Оларды қалай ажыратамыз? Бірінші тұмау. Тұмау ол бәрінен тез басталады. Мысалы, сағат 12-де сіз саусыз, шамалы уақыттан кейін, немесе 14:00 кезінде қызуыңыз 39 градусқа дейін көтеріледі. Сүйегіңіз қақсап, көзіңіз ауыратын болады. Суық тию бұл жедел респираторлы вирусты инфекция деп аталады. Мұрын бітелуден, тамақ жыбырлаудан басталады. Қызу қатты болмайды. Ал ковид кезеңінде, қазіргі ковидте қатты әлсіздік және ұйқышылдық басым. Енді дәрігерлік кеңесімді айтсам, нақты қай вирус екенін білу үшін біз біріншіден ПЦР тест тапсырғанымыз дұрыс. Бірақ емдеу тактикасы бұл барлық ауруда 90% ұқсас. Сондықтан вирус атын іздеп әуре болмай, ПЦР тапсыруды күтпей, симптомдармен күресуді тезірек бастауымыз керек. Енді қызу неге көтеріледі? Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Жалпы қазір мен сіздерге кішігірім дәріс оқитын боламын. Мұны түсінсеңіздер, қызудан қорқуды қоясыздар. Мысалы, мына кішкентай дөңгелектер, бұл вирустар деп атайық, ал мына үлкенді жасуша деп алайық. Осыны жасуша деп алайық. Қараңыздар, вирус біздің ағзаға кірді, мына вирус біздің ағзаға кіреді. Және ол жасушаның ішіне кіріп алып, бізде көбейгісі келеді. Біздің иммунитет оны байқап қалады да, миға сигнал береді. Сос, жау кірді, пешті жақ дейді. Ми дене қызуын көтереді. Не үшін? Яғни 37 мен 38 градус болған жағдайда вирустың бізде организмде көбеюі баяулайды. Ал 38 пен 38-де 5-тің арасында ағзамыз интерферон. Яғни бұл вирус өлтіретін табиғи ақуыз өндіре бастайды. Бұл ең күшті қорғаныс. Егер сіздің температураңыз 37-де 5 болса, бірден парацетамол ішіп алсаңыз, не істедіңіз? Сіз өз ағзаңызға пешті өшір, бұйрық деп, пешті өшір, интерферон шығарма, вирус көбейе берсін деп бұйрық беріңіз. Нәтижесінде ауру 3 күннің орнына 7-10 күнге созылатын болады. Енді ересек адамдар, егер сізде құр су болмаса, басыңыз жарылып кетердей ауырмаса, 38-5 градус температураға шыдаған дұрыс. Өйткені осы кезде біз организміміз вируспен күресіп жатыр. Ал осы уақытта тек су ішсеңіз жеткілікті. Енді үй дәріханасына, яғни аптечкасына шолу жасайық. Бірінші
дәріханаға барып 20-30 мың теңге тастаудың ешқандай қажеті жоқ. Менің үйімде тұратын ең қажетті нәрселерге тоқталып кетейін. Ең бірінші сұйықтық. Күлмеңіздер, бұл стакандағы су вирус кезінде бізде қан қоюланады. Токсиндерді шығару үшін біз су, компот, регидрон ішуіміз керек. Егер бала су ішпесе, немесе өзіңіз су ішпесеңіз, ешқандай дәрі көмектеспейтін болады. Өйткені қан қоюланып қалғанда дәрі организмге сіңбейді. Енді қызу түсіргіштер. Қазір бітіп қалып тұр. Екі қызу түсіргіштің аты бар: парацетамол және ибупрофен. Яғни аналар, назар аударыңыздар. Балам қызу түспей жатыр дейтіндердің 80% дозаны дұрыс білмейді. Мысалы, қорапта 5 жас деп тұрса, ол сіздің балаңызға аз болуы мүмкін. Дәріні біз салмаққа қарай береміз. Мысалы, парацетамол, парацетамол бізде 10-15 миллиграмм на килограмм. Мен описаниеға қалдыратын болам, есептейсіздер. Ибупрофен тоже 5-10 миллиграмм на килограмм. Осы миллиграммды килограммға көбейтіп, балаңызға есептеп беретін боласыз. Шприц дозатормен, яғни осының менде шприцы бар, 5 миллилитрлік. Осымен берсеңіз өте ыңғайлы. Және де мұрын тазалайтындар, мұрынға натрий хлориді немесе аквалор осындай шайсаңыз болады. Және де називен сияқты тамыр тартқыштарды тек мұрын мүлдем бітеліп бала ұйықтай алмаған кезде ғана 3 күннен асырмай қолданамыз. Ол мінеки. Үлкендерде нафазолин деген түрі бар. Және де тамаққа фурацилин немесе тұзды су. Түрлі жаңағыдай спрейлар немесе кейде аллергия беріп спазм тудыруы мүмкін. Сол үшін оларды орнына фурацилин немесе тұзды суды қолданамыз. Енді мен нені алмаймын? Иммуномодуляторлар, феррондар, вирусқа қарсы қымбат таблеткалар дәлелденбеген. Олар сіздің иммунитетіңізден артық жұмыс істемейді. Түсінікті ғой. Және де жөтел қатты кетпеген жағдайда балаларға фенистилді, жатаралдын берсеңіздер болады. Және флукап, бұл тұмау енді басталып келе жатқанда берсеңіздер болады. Және витаминді, бұл иммунитетті көтеру кезеңде қыс бойы беріңіздер. Витамин С екеуін және де цинкті тоже тұмау ауратқан кезде бересіздер. Енді осы жерде өте маңызды нәрсе айтқым келеді. Бізде бір жаман әдет бар: тұмау ауыраттым, тезірек жазылайын деп амоксиклав немесе цефтриаксон алдым дейтіндер. Естеріңізде болсын, антибиотик бактерияны өлтіреді. Вирус бұл бактерия емес. Антибиотик ішу арқылы сіз вирусты өлтірмейсіз. Керісінше ішектегі пайдалы бактерияларды қырып, иммунитетті нөлге түсіресіз. Вирус одан сайын өршитін болады. Антибиотикте қан талдауы бактериалды инфекцияны көрсеткенде ғана ішіледі. Екінші мәселе система салатындар. Яғни үйге медбике шақырып, глюкоза, аскорбинка құйғызу сәнге айналды. Вирус кезінде өкпе ісінуге бейім тұрады. Артық сұйықтықты тамырға құю өкпе ісінуіне әкелуі мүмкін. Ауруханада, реанимацияда жатқан ауыр науқас болмасаңыз, системаның керегі жоқ. Ауызбен ішкен су әлде қайда қауіпсіз әрі тиімді. Мен сіздерге дәрігер ретінде айтарым осы. Және де мен сіздерге айтарым, ерекше топтарға тоқталамын дедім, яғни олар балалар мен жүкті әйелдер. Мен декреттегі ана ретінде түсінемін, бала ауырса өзің ауырғаннан жаман. Балалардың жалпы бірінші қауіпті белгілеріне тоқталайық. Қандай жағдайда жедел жәрдем көмегін шақырғанымыз дұрыс? Егер қызу түсіргіш берген соңда температура 39 градустан түспесе, бала сұйықтық ішуден бас тартса, кіші дәретке сирек барса, памперсінде аз болып көрінетін болса, бірнеше уақыт өтсе де кіші дәреті аз болса, сусызданудың белгісі бұл. Тыныс алуы қиындаса, қабырғалар ішіне кіріп кетсе, денесінде басып көргенде кетпейтін бөртпелер шығатын болса, немесе жалпы түсініксіз бөртпелер, температура қатты көтерілсе, ондай болса жедел жәрдем бригадасын шақырыңыздар. Өйткені бұл өте қажет. Енді жүкті әйелдер, бұларға көп дәрі болмайды, ибупрофен тоже ішуге болмайды, тек парацетамолды ғана ішесіздер қызу түсіргіштерден. Және де міндетті түрде терапевт бақылауында боласыздар. Терапевт және өздеріңізге сай керекті дәріні тағайындайтын болады. Мен қазір видеода дәрі тағайындамаймын, өйткені сіздер алып іше саласыздар,
аласыздар және организмге, әсіресе балаға зиян келуі мүмкін. Енді сөз соңында айтарым, иммунитеттің ең үлкен жауы ол стресс пен үрей. Сіз қорыққан кезде қанға кортизол бөлінеді, ол иммунитет жасушаларын бұғаттап тастайды. Сондықтан тынышталыңыз. Бұл жай ғана кезекті вирус маусымы. Үйді желдетіңіз қайта-қайта, ылғалдандырыңыз. Бала болса бөлмеде, баланы басқа бөлмеге алып желдетіп алыңыз. Жақсы ұйықтаңыздар, позитивті көңіл күйде болыңыздар. Кез келген дәрі-дәрмектен бұл күшті болып табылады. Егер осы видеодағы кеңестер сізге жаңалық болса, лайк басып, басқа аналармен, туыстармен бөлісіңіздер. Антибиотикті жөнсіз ішуді бірге тоқтатайық. Төменде мен сипаттамада, яғни описаниемде қызу түсіргіш дәрілердің дұрыс дозасын есептейтін формуланы жазып қалдыратын боламын. Және соған кіріп қараңыздар, және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дана Денсаулыққа каналы және жалпы тәжірибелік дәрігер Дана Асқарқызы. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.